Баршаңызға сәлем. Сіздермен небәрі 500 теңгеге алынған суп набордан қазақтың ұлттық тағамы бешбармақты дайындайтын боламыз. Алдымен суп наборымызды жақсылап жуып алып, қазанымызға су толтырып саламыз. Жақсылап қайнатамыз. Тұзын саламыз, кішкене тұз саламыз, қайнамастан алдын. Көбіктерін алып аламыз сосын. Бұның көбіктері қайта-қайта шыға береді. Көбіктерін алып отырамыз. Менде сүзгі болмаған соң қасықпенен алдым. Егер үйлеріңізде сүзгі болса, сүзгімен алуға болады. Осылай көкөністерімізді турап аламыз. Мен сәбіз, пияз, болгар бұрыш, қызанақты салдым, және де укроп та салдым. Картошкадан басқасының бәрін салып аламыз. Тағы да бір қатара көбіктерін аламыз. Пісем дегенше қайнайды. Томатын салдым. Мінекей достар, әдемі болып, қып-қызыл болып піседі. Енді пісуге бір 20 минут қалғанда картошкасын саламыз. Және де тұздығын бір пиязбенен, сорпаның бетіндегі майменен кішкене баяу отта қойып 2-3 минут қыздырып аламыз. Тұздығына қара бұрыш, тұз салсаңыздар да болады. Және де өз қалауларыңызбенен укропты қойсаңыздар да болады. Сорпамыз дайын. Ішіндегінің бәрін сүзіп аламыз. Достар, менде сорпасы өте аз болып қалды. Қайнап, көп қайнады. Сорпа сүйек болған соң үстіне көбірек етіп су құюға болады, және кішкене тұз тастап жібереміз. Менің қамырым дайын. Ерекшелігі жоқ, кәдімгі жұмыртқамен иленген қарапайым қамыр. Осы қамырымыз, менде бір суала қамыр, осыны саламыз. Осылай бір қайнатып аламыз. Қамырымыз тез піседі. Мінекей достар, қамырымыз пісті. Сүзіп аламыз. Достар, осы жерге дейін қараған болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Достар, видеода көріп тұрғаныңыздай, осы үлкен сүйектің ішіндегі майы өте дәмді болады. Сіздер де пісіріп көрсеңіздер болады. Достар, видеом ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.